Саламатсыздар ма, балалар? Біз кезекті қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Саржас кәсіптік техникалық колледжі. Биология пәні, пәниесі Валиева Алмагүл Азатқызы. Сабағымыздың тақырыбы антропогенездің қозғаушы күштері, адам нәсілдері. Бірінші курс студенттеріне арналған, мамандығы фермер шаруашылығы. Мақсаты студенттердің адамның шығу тегі антропогенез тақырыбы бойынша білімдерін толықтыра отырып дамыту, адамдардың шығу тегі туралы ақпараттар бере отырып, адам нәсілдері туралы білім беру. Сабақтан күтілетін нәтиже: антропогенездің қозғаушы күштері Фридрих Энгельс маймылдың адамға айналуындағы еңбектің рөлі туралы түсінік алып, адамның қалыптасуындағы сөздің, ақыл-ойдың және қоғамдық қатынастардың рөлін қалыптастырады. Балалар, біз сіздердің өткен тақырып бойынша білімдеріңізді тексерсек, дұрыс болса қосу таңбасын, дұрыс емес болса алу таңбасын қоясыздар. Адамның шығу тегі мен тарихи дамуын зерттейтін ғылым саласы антропология деп аталады. Жануарларды омыртқалылар және омыртқасыздар деп екіге бөлген. Эволюция және биология терминін енгізген Чарльз Дарвин. Епті адам Homo erectus деп аталады. Ата тектің белгілерінің қайталануы рудименттік белгі деп аталады. Чарльз Дарвин адам тіршіліктің тарихи даму сатысындағы ең жоғары әрі ең соңғы буыны деп көрсетті. Еңбек адам эволюциясының негізгі факторы. Антропогенез адамның шығу тегін зерттейтін ғылым. Тіршілік үшін күрес, табиғи сұрыпталу, әлеуметтік фактор. Егер де сіздер белгілеп үлгерсеңіздер, ондаша дұрыс жауабын белгілесек. Бірінші қосу, екінші, үшінші және төртінші алу, 5, 6, 7 қосу және 8-шісі алу таңбасымен белгіленеді екен. Адам бола білу қиын мамандық. Марти. Дүниеде адамнан қызық ештеңке жоқ. Гумбольдт. Мен адамнан артық, одан күрделі, одан қызық ештеңені білмеймін. Ол нағыз құдірет. Максим Горький. Адам органикалық эволюциясында ең соңында пайда болған биологиялық түр. Бірақ антропогенезді тек қана биологиялық заңдылықтармен түсіндіруге болмайды. Бұл арада әлеуметтік өмірдің де елеулі орын алатынын Фридрих Энгельс өз еңбектерінде дәлелдеп берді. Адам эволюциясының қозғаушы күштері, яғни екіге жіктеледі. Ол биологиялық және әлеуметтік. Биологиялық қозғаушы күшке тіршілік үшін күрес, тұқым қуалайтын өзгергіштік, табиғи сұрыпталу жатады екен. Ал әлеуметтік өзгергіштікке еңбек әрекеті, ақыл-ой сана, сөз, қоғамдық сипат жатады екен. Адамдардың барлығы бір түрге жатады. Түрі саналы адам. Анатомиялық, физиологиялық жағынан бірдей жеке адамның дамуы биологиялық заңдылық бойынша жүреді. Табиғи орта жағдайларына байланысты морфологиялық айырмашылықтар қалыптасқан. Бұл белгілер тұқым қуалайтын өзгергіштік арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Түршілік тұқым қуалайтын өзгергіштікті нәсілдер деп Берне 1684 жылы атаған екен. Нәсілдер үлкен 3 топқа жіктеледі екен. Европоидтық, монголоидтық және негроидтық. Әрқайсысының өзінің ерекшелігі болады екен. Мысалы, европоидтық нәсілдерде сақалдары бар,
мұрын қуыстары қысыңқы болып келеді. Себебі олар суық жерде тіршілік ететіндіктен көп жағдайда суық ауа өкпеге жеткенше ол жылынып үлгереді екен. Енді монғолоидтықтар өздерінің шаштары қайратты, бойлары аласа болып келеді. Көздері қысыңқы. Себебі монғолоидтардың көбісінің тіршілік ететін жерлері желді болғандықтан олардың көздерінің қысыңқы болуының себебі сол екен. Негроидтықтар шаштары қатты, қалың, бұйра, танаулары кең болып келеді екен. Себебі ыстық ауа өкпеге жеткенше суынады екен. Ал шаштар ультракүлгін сәулелерін өткізбейді екен. Күннің өткен тікелей түсетін аймақтарында өмір сүретіндіктен. Италия тілінен аударғанда раса, туыс, тайпа дегенді білдіреді. Адам нәсілдері 100 миллиондаған уақыт аралығында қалыптасқан. Негроидтық, европалық, монғолоидтық көп күшке жіктеледі. Адамдар тобының арасындағы түрішілік тұқым қуалайтын өзгергіштікті француз ғалымы Берне нәсілдер деп атады. Европоидтық нәсілдерді қарасаңыздар, олардың солтүстік формасы Атлант балтықтық, Беломор балтықтық, өтпелі формасы Альпілік, солтүстік европоидтық және шығыс европоидтық. Солтүстік үнділік, бискайлық және арменоидтық. Монғолоидтық нәсіл ол континентальды солтүстік азиаттық, орталық азиаттық, арктикалық, тынық мұхиттық. Австралоидтықтар бұл да тағы да бір түрі. Ведоидтар, австралийцтар, айны, папуастар, меланезийцтар және негритостар. Негроидтық африкалық нәсілге негрлер, негрилі пигменті, пигмейлары және бушмендер мен ботеттондар жатады екен. Білімдеріңізді бекіту 7 сұрақтан тұрады, графикалық диктант деп аталады. Я, жоқ деген сұрақтарға жауап бересіздер. Адам органикалық дүние эволюциясында ең соңғы пайда болған түр. Биологиялық және әлеуметтік факторлардың бірлескен жиынтығы антропогенездің негізгі қозғаушы күштері болып саналады. Дара жүріп еңбек ететіндіктен араларында өзара қауымдастық қарым-қатынас қалыптаса түсті. Еңбек адамзат өмірінің бірінші негізгі шарты. Адамды адам еткен еңбек деген көзқарасты Чарльз Дарвин айтқан. Ойлау, сөйлеу, ұжымдасып еңбек ету қабілеттері тұқым қуаламайды. Тек қана адамның морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері ғана тұқым қуалайды. Адамның қоғамнан тыс тәрбиеленуінде ойлау, сөйлеу қабілеттері мүлдем дамымайтыны анықталды. Органикалық дүние болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік тіршілік үшін күрес және табиғи сұрыпталу адам эволюциясында маңызды роль алатынын Чарльз Дарвин нақты мысалдармен дәлелдеп берді. Енді екінші тапсырма сіздерге сөйлемдер берілген. Сіздер көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, ойды аяқтайсыздар. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтан күткен нәтижелерінің орындалғанына байланысты баспалдақтың қай жерінде өздеріңізді көргілеріңіз келетіндіктеріңізге талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма, эссе жазу. Нәсілшілдік көзқарас деген нені білдіреді? Назарларыңызға рахмет.